Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз кивидің көзге және басқа да адам организміне әсерін айтатын боламыз. Киви дәрумендерге өте бай тропикалық жеміс. Оның құрамындағы жасұнық, калий, кальций, магний, фосфор, мырыш, темір және антиоксиданттар мен амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Егер сіз менің каналымда бірінші рет болсаңыз, каналға жазылып лайк басып, коммент қалдырып, маған осы айдың соңына дейін 1000 подписчикке жетуге көмектессеңіздер екен. Алдын ала рахмет. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммунды жүйе нығайып, жүрек-қан тамырлары ауруының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады екен. Басқа жемістерден айырмашылығы, киви консервірлеген кезде еш бұзылмайды. Сондай-ақ жеміс Е дәруменіне өте бай. Біле білсеңіз, кивиді жеп қана қоймай, оны косметика негізінде пайдалансаңыз да болады. Сонымен қатар бұл жемісте актидин атты зат бар. Ол ағзадағы ақуызды ыдыратуға көмектеседі. Кивиді кәуапты маринадтауға қолданылатыны да осыдан. Мамандар кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасы орасан зор екенін анықтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, одан басқа маска жасап пайдалансаңыз, бетіңіздің терісі балғын күйге енеді. Киви қабығының өзі иммунитетті нығайтып, тері мен шаштың күйін жақсартады. Осынау тропикалық жемісті суықтағанда, вирусты дерт кезінде, авитаминозда, әлсіздікте, күйзелісте немесе диабет дерттері кезінде тамақтану мәзіріне осы жемісті міндетті түрде қосқан дұрыс. Дегенмен, осыншама пайдасы бар кивидің зиянды тұстары да жоқ емес. Сондықтан оны пайдаланған кезде асыра сілтеп жібермеген дұрыс. Мәселен, жеміс құрамында С дәрумені тым көп болғандықтан аллергия беруі әбден мүмкін. Асқазан сөлі қышқылы жоғары адамдарға да пайдалануға болмайды. Іш өткізгіштік қасиеті болғандықтан диарея дертімен ауыратындар бұл жемістен бас тартқан жөн. Кивиді күнделікті рационға қосатын болсаңыз, 8 түрлі себептің алдын аласыз. Көру қабілетінің жақсаруы. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілетінен айырылуға жол бермейтін фитохимиялық лютеин бар. Лютеин сондай-ақ көзіміздің еркін радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Адам ағзасы лютеинді өздігінен синтездей алмайды. Сондықтан оны тек тағаммен ғана қолдана аламыз. Сондай-ақ кивидің құрамында зеаксантин бар. Ол заттың жетіспеушілігі көру қабілетіне кері әсер етеді. Иммундық жүйені қорғайды. С, Е, К дәрумендері фолий қышқылы, сондай-ақ киви құрамындағы каротиноидтар, фитохимиялық қосылыстар иммунитетті нығайту үшін маңызды қоректік заттар болып табылады. Зерттеулер көрсеткендей, киви иммундық функцияны қолдайды және суық тию немесе тұмауға ұқсас аурулардың даму мүмкіндігін азайтады. Бұл әсіресе 65 жастан асқан ересектер мен жас балалар сияқты қауіпті топтарға қатысты. Қысымды төмендетеді. Киви ангиотензин түрлендіретін фермент деңгейінің төмендеуіне байланысты қан қысымын бақылауға көмектеседі. Зерттеуге сәйкес, күнделікті тұтынылатын 3 киви жемісінен алынған биоактивті заттар қан қысымын төмендететіні анықтады. Ұзақ мерзімді перспективада бұл инсульт немесе инфаркт қаупін төмендетуі мүмкін. Жүрек саулығына әсері. Кивиді дұрыс тамақтану рационына қосу сіздің жүрегіңіздің денсаулығын жақсартады. Себебі оны тұтыну холестерин деп аталатын жоғары тығыздықтағы липопротеидтердің деңгейін жоғарылатады. Қан тамырларын болсаңызда да калийдің пайдалы көзі ретінде жеміс жүрек денсаулығында қолдайды. Қанның ұюын төмендетеді. Ғалымдардың зерттеуі бойынша күніне 2-3 киви жеу қанның ұю қабын айтарлықтай төмендететінін және қандағы майдың мөлшерін азайтатынын көрсетеді. Ғалымдардың пікірінше, өнімнің мұндай қасиеттері жүрек денсаулығын жақсарту үшін аспириннің күнделікті дозасын қабылдаудың әсеріне ұқсас деп атады. Кивидің ас қорытуға көмектесуі. Талшыққа бай киви қалыпты ас қорыту жүйесін қолдайды. Бір жеміс шамамен 2 грамм талшықты немесе ересек адамның күнделікті қажеттілігінің 6-9% қамтамасыз етеді. Оның құрамындағы актинидин деп аталатын фермент бар. Ол ақуыздың ыдырауын жеңілдетеді. Ақуызға бай тағамда тиімдірек сіңіруге көмектеседі.
демікпе белгілерін жеңілдетуі мүмкін. Киви С дәруменінің жоғары деңгейімен танымал. Бұл оның құрамындағы басқа антиоксиданттық қоректік заттар демікпе белгілерін жеңілдетуге көмектеседі. Кивидің тері жағдайын жақсартуы. С дәрумені коллагеннің пайда болуына ықпал етеді. Бүкіл дененің жасушалары мен мүшелерінің, соның ішінде терінің негізгі компоненті. Витамин сонымен қатар дененің жараларды емдеу қабілеттерін арттырады. Бірқатар зерттеулерге шолу коллагенді қабылдау серпімділікті арттыруға, теріні ылғалдандыруға және әжімдерді азайтуға көмектесетінін көрсетті. Киви құрамындағы Е дәрумені немесе токоферол бар. Терінің күннен зақымдануынан және күннен қорғауға, терінің тітіркенуін болдырмауға қабілетті антиоксидант. Қанша киви тұтыну керек? Жемістерден қоректік заттарды алу үшін күніне 1-3 киви жеткілікті. Киви жемісі ұзақ уақытқа дейін жақсы сақталады. Бұл жемісті жыл бойы қолжетімді етеді. Туралған кивиді сулы жармасына, йогурттарға, смузилерге, тұздықтарға немесе салаттарға, тіпті балмұздақтарға қосып жеуге тұтынуға болады.